Саламатсыз ба? Жамбыл рахматулла, бейне және аудио жазып жүруде екенін ескертем. Башың іште ма? Башың іште ма? Бейне түсірмеңіз өшіріңіз андағыны. Без моего разрешения вы не имеете права меня. Сотқа жүгінесіз сосын. Башың іште ма? Түсірмеңіз дедім. Басың іште ма? Өшіріңіз. Мемлекеттік қызметкерсіз ба? Жоқ. Әкімдікке жұмыс істейсіз ба? Жоқ. Кімсіз? Сіздің какая разница? Кімсіз? Өшіріңіз. Кімсіз? Мен сізге айтып жатырмын өшіріңіз деп. Мен де өшіремін. Түсіріңіз. Кешірім сұрайсыз. Менің есімім Жамбыл рахматулла. Бейне және аудио жазып жүруде екенін ескерттім. Маған ескертіп, бірінші ескертілу заранее болу керек. Тыңдыңыз. Заранее болу керек. Сіздің ойыңызша. Мен қазір әкімдікке қарасты мемлекеттік мекемеге келіп тұрмын, иә? Даусыңызды көтермеңіз ма? Мен мемлекеттік мекемеге келіп тұрмын ба? Келіп тұрмын, иә? Иә. Сіз мұнда отырсыз? Иә. Қызметкерсіз демек. Иә. Өзіңіз таныстырыңызшы, мен сіздің басшыңыз орнында ма дедім. Таныстыра алмайсыз ба? Нормально деп сұрау керек. Не сұрау керек? Басшы орында ма жоқ па деп сұрау керек. Ага. Камерамен не надо мне тут. Вот именно. Өшіріңіз андағыңыз. Өшпейді ештеңе. Сіз қызмет уақытында отырсыз, жұмыс орнында отырсыз. Болды, несі проблема енді? Несі проблема? Секретаршам отқан? Аты жөніңізді айтасыз ба? Айта алмайды екен. Айта алмайсыз ба? Да. Қызметте отырсыз. Жұмыс уақыты ма қазір? Жұмыс уақыты бітті ма? Біткен жоқ, біліп отырсыз. Жұмыс орындасыз. Конечно. Кейін сотқа жүгінген кезіңізде дәлел ретінде мен сізді үйіңізге барып душтама түсірме дейді. Көріңіз. Қолыңыздан не келеді, жасап көріңіз. Тағы несіз? Аты жөніңізді атаңызшы, Айта қызметкер. алмайды екен. Жоқ, айта алмайды екен. Жандос Тасов басқарып отырған Кентау қаласының әкімдігіне қарасты мекемеде жұмыс істейсіз. Жоқ. Қайда? Айтпаймын, не үшін айтуым керек? Сіз қазір сол жерде отырсыз қой, коммуналдық шаруашылық. Тыңдасаңыз. Сіз менің рұқсатымсыз. Сіздің рұқсатыңыз қажет емес маған. Маған қажет емес. Маған өйтіп түсірмеңіз. Маған қажет емес. Маған да қажет емес сіздің бұндай түсіріп мені. Жақсы, сіздің компетенттігіңізді, қандай қызметкер екеніңізді анықтап баға беретін органға жібереміз. Уайымдамаңыз. Компьютер өшік, жұмыс уақытында сәнденіп боянып қойыңыз, қолыңызды алыңыз. Шай ішіп, мына жерде жұмыс орнында айнаға қарап, сәнденіп, компьютер өшіп тұр. Мынау емес, дұрыстап атаңыз. Вот такой правильно сейчас. Ассалаумалейкум. Жамбыл рахматулла. Бейне және аудио жазып жүруде екенін ескертіп қоямын. Өзіңіз таныстырып өтесіз ба? Кентау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық тұрғын үй инспекция бөлім басшысы Талғат есімі Исқақов. Иә. Біз қазір сол мекеменің кеңсесінде тұрмыз, ә? Сіздің кеңсеңіз ғой былай, қабылдау бөлмеңіз, ә? Мына кісі кім? Мені түсірмеңіз дедім сізге. Айтасыз ба? Менің вопрос келді, маған түсіре беріңіз мені. Жоқ, мен сізге келіп тұрмын, дөрекі жауап беріп тұр, мына жерде қала тұрғынына. Сізден сұрап, не мәселемен келіп тұрсыз деп сұраған шығар. Жоқ. Қазір компьютер өшіп тұр, компьютер не үшін берілген? Айна қойып, шай ішіп отыр ғой мына жерде. Жамбыл мырза, Обед түскі ас бітті ма? Түскі ас бітті ма? Не мәселемен келіп тұрсыз? Түскі ас бітті ма? Мен қазір жұмыс емес уақытында келіп тұрмын, айтыңызшы маған. Жұмыс уақытында келіп тұрсыз, мен алдында қабылдау өткізіп отырмын. Болды, өткізіп мен осындамын. Сұрақ бар екен, бізде ұзақ болады да, осы шығып жауап берейін деп. 7-ге дейін бітетін шығарсыз. Қабылдайсыз ба, мен күтемін. Сағат 4-те қазір мәслихатқа барамын. Сол арасында сізді Болды, мәслихат болса, мәслихатқа барып сол жерде күтемін, уайымдамаңыз. Ерте бітсеңіз, осы жерде қабылдаңыз. Бітпесеңіз, сол жақта барамын. Кетіп бара жатыр басшы мырза, қазір соның арасында 5 минут бізге, яғни көрермендерге бөліп тұр. Келіп тұрған мәселем сіздерге 7 қазан күні көтерген. Бүгін қаншасы? Бүгін қаншасы? Бүгін 9 желтоқсан, демек 2 ай, 2 күн өтіпті. Көтерген мәселем. Танысыз ба, таныс емес па? Кентау прокуратурасы жұмыс істеп жатыр ма? Сіздерге беріп жатыр ма мәселелерді? Мен көтерген? Не беріп жатыр бізге? Хатпен келеді ма? Хатпен келіп жатыр. Нақты вопрос. Базардағы пандуспен қоқыс. Пандус ол құрылыс бөлімі болып. Енді қоқыс жәшіктері бойынша базардағанда айтып жатсыз ба, кішкентай орналар. Мынандай дәл артыңызда тұрғандай. Ол бойынша біз кәсіпкерлерге хат жолдадық.
Қашан? уақытысын көрсетіп алдыңғы аптада хат жолданды ол кісілерге. Ол жерде алдында да ауызша айтылған, қазір хатпен жолданды. Ол кәсіпкер жаңағы өзін абаттандыру қағидаттарына сәйкес 5 метр деген өзі нормасы бар, соған сәйкес өзі ұстап отыру керек. Ұстау керек, орнатып қою керек. Сол бойынша біз хат жолдағанбыз. Енді арты орындалу бойынша қадағалайтын боламыз. Хатты жіберді, енді срогі бар, сол мерзім ішінде орнатып. Қанша мерзімі? Өткенде өзіңізбен де сөйлескен бір кәсіпкер, дұрыс па? Ол бір апта жобасында қоям деді. Енді өткен шығар бір апта, ол жексенбі, бүгін сейсенбі. Дұрыс, енді біз өздеріне жолдадық, кәсіпкерлер өздері жауап беру керек. Жөн, сіздер шара көре аласыздар ма? Тиісті органдарға, бақылаушы органдарға, шара көретін органдарға хаттар жолданды ма, жолданбады ма, соны айтыңызшы. Жолданған жоқ. Қазір мерзімі көрсетіліп берілді оған. Мерзімі дегенде базар кеше салынып, кеше қолданысқа берілген жоқ қой, Талғат мырза. Базар атам заманнан бері, біз кішкентай кезден бері келе жатқан базар ғой сол. Енді осы уақытқа дейін орнап болмаса жүрді, болмаған дұрыс па? Енді сол не үшін қадағаламайсыздар? Енді жолданды. Орнатылатын болады, кәсіпкерлер уәдесін. Жоқ, мерзімін айтсаңызшы сіз. Мерзім 2 апта уақыт қойып берген. Бір аптасы өтті, бір апта бір күн өтті ма? Енді осы аптаның соңында болатын болып тұр ғой енді. Ендігі апта бізде 9-ы болса, бізде хатты өзі жіберген тұрмыз. Жо, видеоның шыққанына 2 ай 2 күн болды ғой, сонда хатты не үшін сонша күттіңіздер? 1 ай 3 аптадан кейін хат жолдап тұр ғой, 1 апта бұрын жіберсе. Берілген ба? Сосын не істейсіздер? Қойылмаған болса. Шарасын көретін мен тиісті жерлерге орындарға жазып хатты. Дәлелдей аласыз ба? Нені дәлелдей аласыз ба? Тиісті органдарға жазғаныңыз? Содан кейін жазам, мерзімді. Содан кейін жазам дейсіз ғой. Қазір бейбіт түрде айыппұл салмай мүмкіндік беріп тұрсыз ғой өздеріне кәсіпкерлерге. Әр жерде өзі сотқа барсаңыз да уақыт береді. Сол сияқты уақыт береді. Жоқ, видео 2 ай 2 күн бұрын шыққан, сіздер 1 ай. Мен жібердім хатты. Қаратай, сосын күтейік нәтижесін. Мерзімін кеш. Нәтижесі шыққаннан кейін шешім. Келесі аптаны сәрсен біз күтеміз ғой. Қалада норма бар ғой, қанша метр сайын орна қойылу керек екен, Нормасы оған сәйкес. Абаттандыру бойынша. Рахмет. Көреміз. Видеоны жаңа айтқандай 7 қазан шығарған болатынмын. Бұл кісі 1 апта бұрын хабарлама бердік дейді. Кәсіпкерлерге демек 1 ай 3 апта бойы білмеймін не істеген. Оған дейін жылдар бойы әкімдік не істеген білмейміз. Қаланы абаттандыру тек қана өздерінің жанын былай әдемілеп қояды да. Мына жерге адамда жоқ, адамда өткен жоқ, адамда өтпейді. Бұнда өзінің проблемасымен келген бірнеше ғана кісі бар. Ал шын мәнінде халықтың көп жиналатын жері, көп жүретін жері, жаңағыдай қоқыстанатын, ластанатын жер, адам сусынын ішіп, жейтін жеп тастайтын қабығы болады ғой, кез келген нәрсені соны тастайтын жерде қоқыс жәшіктер жоқ деп мен түсірген болатын, сол бойынша шарасын көріңіз деген болатын. Бірақ кәсіпкерлерге тағы да мүмкіндік беріп отыр екен. Енді мүмкіндік берсе берсін, мен қарсы емеспін. Уақыт белгілепті, соң көрегенді. Келесі апта сәрсенбі күні эфирге шығатын боламыз қосымша. Қазір міне көріп тұрмыз, өздерінің алдарына 4 аппақ етіп сәндеп қойыпты. Мына жерден бір тексеріс келсе, мына жерде кабинетіне жаңағыдай мен сияқты кіретін болса, мына жер қандай жайнап таза деп ойлап кетеді. Келген комиссия қалаға, базарға барып аралап жүрмейді ғой. Араласа көретін еді ана жылу электр орталығының, яғни ТЭЦ-тің құбырларының астына жабыстырып тұрып, құрылыс нысандарын салып тастаған, жерлерді беріп тастаған, бәрін көріп, соң қашанда түзелер еді. Бірақ мен бастаған соң ғана осы мәселені көтерген соң енді қозғала бастап жатыр ақырындап. Көрегенде байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла. Донат жасап қолдау көрсетейік дейтіндер бар екен. Оларға Каспийде халықта 707 199 1991, ал басқа да қолдау түрін көрсетем дегендерге ол пікір жазып, осы видеоның астына, яғни коммент қалдырып, видеоны ары қарай тарату. Рахмет.